Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Баг не екенін білетін шығарсыздар. Ол ойындағы программа қателіктері. Көбінесе күлкілі болады, ал күлу өмірді ұзартады. Осыдан менде бір сұрақ пайда болды. Ubisoft'ты Assassin's Creed үшін ұрысу дұрыс па? How close? Whoa, hey! Aspetta! What are you doing? Do you love her? What? Do you love her? Christina! Жарайды, қазір Ubisoft жайлы емес, айтайын дегенім, баг көбінесе күлкілі болады. Ал кейде баг мұғалімге қоя алмайтын сұрақ тудырады. Ол сұрақты достарыңнан, туыстарыңнан, мамаңнан сұрай алмайсың. Сен оны анонимді түрде ғаламтордан сұрайсың. Білесіздер ма, ойын өзі неғұрлым қорқынышты болса, багтар соғұрлым қорқынышты болады. Мысалы, сіз Sims ойнап отырып, ойын қуып кетсе, сіз қорықпайсыз. Сөзімді қайтарып алдым. Қалай десек те, сен нервпен бір хоррор ойын ойнап отырсың. Аяқасты бір баг болып, одан қатты шошисың. Енді қорқынышты еместен бастайық. Бұл баг хоррор ойында емес. Call of Duty 2 сөйлейтін өлілер. Бұл баг ойында жиі кездесетін. Кейбіреулері қызықты. Мысалы, мына томпақ. Бірақ шынымен де қорқынышты багтар кездеседі. Алайда Sony Vegas'пен сиқырлап қызықты етуге болады. Red Dead Redemption ойынында да қорқынышты адамдар бар. Кейбір ойыншылар адамдардың жануарға айналғанын көреді. Яғни баг бір қалыпты емес. Мысалы, әйелдің үстіне отырады. Ол сіз ойлағандай емес, тікелей мағынада үстіне отыру. Әйел бір кезде үстіне отырғызып, шапқылап, жануардың дауысын шығарады. Тағы оның бетіне де қараңыз. Шынымен де бір түрлі. Ойыншылар адамдар құс болып кеткенін де көрген екен. Қолдарын жайып, аспанға ұшқан. Меніңше, ең қорқыныштысы ол адамдар шошқаға ұқсас болып өзгергені шығар. Олардың түрлері қорқынышты. Стивен Кингтің Ано деген клоунына ұқсас, ал дауыстары жануардыкіндей. Көбісі культовый «Как достать соседа» ойынын ұмытпаған шығар. Соған ұқсас «Привет, сосед» ойыны шығып, өте танымал болып кеткен. Сюжет сіздің үйіңізден жолдың арғы жағындағы көрші туралы. Ойындағы мақсат бойынша не үшін көрші жертөлені шегелеп тастады және вообще не болып жатқанын түсіну. Үйге кіріп, ол ауруға көрінбеу керек. Әйтпесе қорқынышты негізі. Then start searching for me in this area. He'll be like, I didn't leave that door. Yeah, exactly. So Бір ойыншыда көршісі қатып қалды. Бір орында тұрып дірілдейді. Ойыншы жақындаса қорқынышты өлең ойнап, ал экран дірілдей бастайды. Негізі көрші жақындағанда осылай болу керек. Бірақ қатып тұрғаны, жесть. Өте көп баг Bethesda ойындарында кездеседі. Неге екені түсінікті, ол ойындарда өте үлкен әлем және мүмкіндіктер де көп. Қатесіз бұндай ойын жасау мүмкін емес деп ойлаймын. Бір ойыншы ойынды өткенін жазып, бір баг кездестіреді. Ойында ол әйелді өлтіреді, алайда әйел көзін ашып жұмып жатады. Көп ойланбай, ол әйелдің басын кесіп алады. Бірақ сонда да баг кетпей, әйел көзін ашып жауып жата береді. Доктор Митчеллдің басымен де біртүрлі нәрселер болып жатты. Ойынның бастапқы нұсқасында. Естеріңізде болса, ойын басында ол жай ғана отырып, сізбен сөйлеседі. Негізі солай болу керек еді. Ал мынау бірінші нұсқада пайда болды. Егер де басымен ғана қозғалады десеңіз, олай емес. Ол ұша алады. Мына 18+ке ұқсап кетті. Skyrim. Ойында өте көп баг болған. Мысалы, үлкен дірілдеген өрмекшілер. Немесе адам жегіштер. Баг кесірінен қорқынышты дауыстар шығарған. Барлық багты айтып отыру мағынасыз деп ойлаймын.
Одан да өте сирек кездесетін багты көрсетейін. Оны медовик ауласында үйде жертөлеге түссек, мүсіндер жүретінін көреміз. Алайда авторлардың айтуынша олар жүрмеу керек. Шынымен де ерекше. Шынымен де баг па белгісіз. Менің бөлуімше қазір ол баг жоқ, бірақ кезінде өте танымал болып ғаламторға таралып кеткен. Fear ойынында Альма деген қызды білесіздер. Ойын серияларда ол аяқ асты атып шығумен қорқытатын. Бірінші, екінші бөлігінде қорқынышты, қалғаны онша емес. А можно то же самое, но только чтобы страшно было? Сөйтіп, Fear 2-де ойын басында ол бізді қорқытып, жоқ болып кетеді. Неге екені көбісінде емес. Кейбір ойыншылар бұл қыздың пайда болуын, бірақ жоқ болып кетпейтінін көреді. Ол жай ғана артынан жүріп отырды. You are utterly mad. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Танысыңыздар, Шерлок Холмс, әлемдегі ең мықты детектив. Досын даусынан тани алмайтын. Шерлок жайлы ойындар өте көп. Көбісі жаман емес. Серия 2002 жылдан басталады және әлі жалғасуда. 2006 жылы керемет бөлігі шығады. Бірақ қорқынышты нәрсе де бар екен. Бұны баг деуге болмайтын шығар. Жай авторлар дұрыс қарамаған. Ойыншылардың бәрінде кездесіпті. Бұл жерде авторлар Ватсонға жүру анимациясын жасауды ұмытып кеткен сияқты. Қалай жүретінін көре алмайсыз. Оның көзінен ғайып болғанда сіздің жаныңыздан пайда болады. Именно осы ойыншыларды қорқытты. Және кім біледі, Слендермен жайлы материал осы жерден алынған шығар. Өзіңіз ойнағанда шынымен қорқасыз. Бұл жайлы видео миллиондаған көрермен жинаған. Ал ойыншыларда басқа ойын движок арқылы көп пародиялар жасаған екен. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube'дамыз.